Несібелі қара шалдың қартайғанда көрген кенже ұлының келіншегі. Қалалық телестудияда істейді. Мінезі қызбалау болғанымен, ар жағында зілі жоқ. Жүрегі таза жан. Әсіресе сонау бір жылғы сұмдық соғысқа тұңғыш ұлымен қаттар аттанып, қан майданнан жалғыз оралған атасы дегенде шығарды жаны басқа. Қыздай қосылған кемпірі келместің кемесіне мініп кеткелі, жетім баладай жәутеңдеп бала шағаның қас-қабағына қарап қалған қарияда келіне риза. Риза болмағанда, атасының сақал шашын мұнтаздай қылып бастырып, ақ шаштарын ғып жуындырып киіндіріп қояды. Кенже жұмысына, екі баласы сабағына кетіп, абыр-сабыр басылып үйдің іші саябырлаған соң, атасы екеуі үлпілдеген ыстық бауырсақ жеп, сүт қатқан қою шайды сыздықтата отырып, өткен-кеткенді сөз қылатын. Соңғы күндері тентектен тез хабар демекші не ойласа да ішіне кек сақтамайтын бала мінезді ақ жарқын келіншектің қабағы келіспей жүр. Қанша сездіргісі келмесе де, сезімтал қария бала мен келін арасынан бір қара мысықтың жүгіріп өткен аңғарды. Өздері тіс жарып ештеңе демегенсін, сақалды басымен араларына кіріскендей болармын, ерлі зайыптың арасына есі кеткен түседі деп, бұл да үнсіз. Баласымен келіні қызметте жүрген кезде үйге телефон шалып, пәтерлеріңіз нешінші қабатта, үйлеріңіздің маңайында мектеп бар ма? 2 бөлмелі бір пәтер. Оның үстіне пәлен теңге ақша берсек, айырбастайсыздар ма? Әлде міндетті түрде 1 бөлмелі және 2 бөлмелі 2 пәтер керек па сіздерге? Деп сұраушылар жиелеп кетті. Бұл түкке түсінсе бұйырмасын. Адасып түскен қоңырау шығар деп алғашында өзін жұбауратқаны мен Алладан үрім бұтағының амандығını ғана тілеп, осы күннен мың шүкіршілік қылып отырған Түлеуқор қарттың көңілін күдік құртты күн сайын кеміре бастады. Құдай-ау, бұларға не жетпейді? Екеуі де елдің алдына шығып кетпегенімен, жуан ортада халық қатарлы қызмет істеп жүр. Қаланың қақ ортасындағы 3 бөлмелі кең пәтерден адам жанына керектің бәрі табылады. Дүние мүлікке де, жеңіл көлікке де мұқтаж емес. Жоқ жерден үйді бөлетіндей не бастарына күн туды? Салмағы зіл батпан, жауабы жоқ мың сан ой құмырсқадай өріп өрмекші торындай шармап, уайым деп аталатын түпсіз тұңғиықтың иіріміне қалай тартып бара жатқан өзі де сезбей қалды. Осындайда кемпірі марқұм болса, қанша дегенімен әйелімен әйелше сырласар еді ғой. Беу дүние-ай. Түн ортасында ұйқысы шәйдай ашылып, дөңбекшіп жата алмаған ақсақал қарсы керуеттегі шашы кірпінің түгінде қап-қатты, өзі тыртиған арық, қара сирақ немересінің қасына барып, төбесінен иіскеді. Еті қашқан қу сүйек алақанымен арқасынан сипады. Беймезгіл уақыт болса да сіріңке қарасы ояу екен. Ойын баласының да жан мүжіген сары уайым ұйқысынан ұрлаған секілді. Ата, сіз кіммен кетесіз, папаммен бе, бізбен бе, демесі бар ма? Жаны ышқынып, жүрегі тітіріктеніп кетті. Керең болғыр құлағы не естіп тұр? Ей балам, не деп ұйқысырап жатсың? Деуге ғана тілі келді. Жоқ ата, рас айтамын. Папам мен мамам ажырасқалы жатыр ғой. Сізді уайымдап, мамамның басы қатып жүр. Қартайғанда көрген жалғыз ұлынан айырылмайды ғой, деп шал шошып кетті. Қой жаным, қайдағы жоқты айтпа. Папам өткенде Астанаға барғанда мүгедек баласы бар, күйеуі жоқ бір әйелмен танысыпты. Біреудің жаман үйін жалдап тұрады екен. Ауру баланы бағу, әрі қызмет істеу оның жалғыз өзіне сондай қиын көрінеді. Оны сен қайдан білесің? Өткенде папам аздап сыра ішіп келіп, сен түсінігі бар баласың ғой. Мен сенің мамаңды сүйемін, бірақ одан гөрі ана жақтағы әйелге сондай керекпін. Ол байғұс маған өлерде ғашық деп, маған бар сырында шынды айтқан, деді көкірек жарап күрсінген қара бала.
Аңтарылып отырып қалған қария үш ұмытылып барып, орнынан тұрды да сүйретіле орнына кеп жатты. Күндегідей таңғы шайына тұра алмады. Бәйек болып қасына таянған келіннің жүдеу өңіне, мұң ұялаған жанарына байыптай қараған ол қанша уақыттан бері іште тұншыққан сөздерін енді ірке алмасын сезді. Шақыр ана Мырқанбайыңды, әкең өлгелі жатыр деп айт. Жұмысына телефон соқ, деді қатқыл да бұйрықты үнмен. Келін боп түскелі атасының зілдене сөйлеген тұңғыш рет көруі. Несібелі қобалжып асып-сасып абдыра кетті. Ата, дәрігер шақыртайын қазір, деп ол кісі тап қазір өліп бара жатқандай нөлішті тере бастағанда, Кенжештің өзі үйге келе қалмасы бар ма? О, біздің бұл үйлер кезінде капиталіне салынған мықты үйлер ғой. Мызғынбай әлі 100 жылы тұрады, деген даусын естіп қуанып кетті. Кіре берісте үй көре келген біреуге сөйлеп жатыр екен. Ой бірмай, дәл келдің ау, атаң ауырып қап сені шақырт деп жатыр еді. Сап-сау еді ғой, табан астында оған не боп қалып? Жау жағадан алғанда бөрі етектен алып деген осы болды ау. Қашан көшіріп әкетесің деп анауда ана жақтан күнде звондап жатыр, деп күйіне сөйлеп, түпкі бөлмеге ене берген Кенжештің көзінің оты жарқ ете қалды. Қара шалдың қанша жыл серік еткен қара таяғы қабырғаға сарт етті. Айдың күннің аманында қасиетті қара шаңырағым қақ бөлінгенше, сенің ақмақ басыңды қан қылып жарайын, деді қаһарлы үнмен. Шекесінен саулаған алқызыл қан Кенжештің бетін жуып кетті. Күйеуін аяп жүрген нәзік Несібелі жылап жіберді. Нәр сызбастан теріс қарап жатқан қырсық шал таңға жуық орнынан тұрды. Қанша дегенімен оқ пен оттың ортасына оралған соң өмірге келген ұлы еді ғой. Өртеңке шыққан көктей көріп, жел күнге тигізбей еркін өсірген өзі. Жалғыз ұлының тұщы етіне тұңғыш рет тиген ащы таяқ ашу үстінде қате тиіп, көзін шығарып жіберген жоқ па деген қауіп зор. Ақыры қария ұятты былай қойып, баласы мен келіннің бөлмесіне басы сұқты. Шекесін ақ дәкемен байлаған кенженің келіншегінің білегінен басын қойып, қаннен қаперсіз бейғам ұйықтап жатыр екен.